Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бисквит дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 ыдыс қажет. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын салатын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Бір тамшыда су немесе май болмауы керек ыдыста. Егерде ыдысымыз құрғақ болмаса, онда ақуызымыз жақсы көпірмейтін болады. Осылай ағы мен сарысын ажыратып аламыз бөлек ыдысқа. Енді шекерімізді сарысына жартысын саламыз және қалған жартысын жай-жайдан салып отырып араластыратын боламыз. Осылай 10 минуттай араластырамыз. Міне біздің ақуызымыз өз формасын сақтайтындай, ағып кетпейтіндей болды. Енді сары уызын ағарғанша оны да араластырып аламыз. Міне сары уызымыз да дайын болды. Енді осы 2 массаны бір-біріне жай-жайдан құйып отырып, көп қозғамай араластырамыз. Бірденен құйып араластыруға болмайды. Осылай жай-жайдан лопатканың көмегімен араластырамыз. Бұл кезеңде миксерді қолданбаймыз. Көп қозғаған жағдайда біздің ақуызымыз басылып қалуы мүмкін. Енді кезекте ұнымызға разрыхитель қосып, бір-бірімен жақсылап араластырып аламыз да, елеп салып араластырамыз. Бұны да жай-жайдан қасықпенен немесе лопаткамен араластырамыз. Ұнымызды да 3 бөліп салатын боламыз. Бәрін бірденен салып жіберуге болмайды. Міне біздің қамырымыз қаймақ құсаған әдемі болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, ешқандай да май жақпаймыз. Осылай жақсылап бетін тегістеп құйып шығамыз. Осы аралықта 10 минут бұрын пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Енді ортасын бөліп алып, өз қалауыңызша сәндеуіңізге болады.
бисквитті суыған соң кесесіздер. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар.